Мына екі жұп Акай Ишола деген екеуі үйленгеннен кейін бірге көтерілген. Жігіт инженер-геолог болып жұмыс істеген, сондықтан постоянно командировкада болған. Ал қыз женский бутик ашып алған, оны ашуға күйеуі көмектескен, былайша айтқанда совместный бизнестері болған. Акай командировкаға көп кететін болғандықтан Ишола өзін жалғыз сезінетін болған. Содан аралары суып кетеді. Бір күні Ишола жұмыстан кейін душқа кіріп кетеді, сол кезде телефонына SMS келеді. Сообщение M.O деген инициалдан келеді. Оны күйеуі Акай оқып қояды. Мен сені сағындым деп жазылған. Екінші SMS-те кешегі қара көйлегің өзіңе жарасымды, ұмытылмас кеш болды деп жазған. Акай әйелінен кім ол M.O деп сұрағанда просто клиент деп жауап береді. Әйелі өзіне қарай атылып кетеді. Мен телефонымды тексеретін болғасын ба, личный пространствома неге өтесің деген сияқты екеуі ұрсып қалады. Сен өзің кінәлісің, сен постоянно командировкадасың, арамызды суып кеткені сен кесірің дейді. Содан күйеуі өзін кінәлі сезініп, екеуміз бірге семейный психологқа барайық, арамызды жөндейік деп предложение жасайды, бірақ әйелі келіспейді. Солай бірнеше ай өтеді. 2020 жылы март айында екеуі машинада келе жатып, за рулем әйелі болған, күйеуі қасында отырған. Екеуі тағы ұрса бастайды. Содан әйелі за рулем ашуланып, машинаны қатты айдайды. Алдынан бір нәрсе шығып қалып, столбыға соғысады. Именно Акай отырған жағын соғады. Содан күйеуі комаға түседі. Күйеуі ауруханада комада жатқанда 1-2 апта барып жүреді, кейін аптасына бір барып жүреді. Содан кейін 2 айдан кейін вообще бармай қояды. Күйеуі екеуі тұрған особнякты сатып, қаланың ортасынан пентхаус квартира алып алады. Күйеуінің 2 машинасын сатып жіберіп, 1 машинасын өзіне қалдырады. Күйеуін комадан енді оянбайды деп ойлап қалған әйел даже счетынан $800,000 өзіне аудартып алады. Светский вечеринкаларға барып жүреді, пентхаусында әртүрлі вечеринкалар устраивать етеді. И көп вечеринкаларда мына жігітпен бірге көреді. Яғни M.O деген инициалдағы жігіт мынау болған, осымен жүріп кеткен. 7 ай өткенде Акай комадан оянады. Әйелінің тастап кеткеніне сенбейді, частный детектив жалдап әйелін тексертеді. Бәрі анықталғанда отомстить еткісі келеді. Анонимный письмомен қорқытып жүреді әйелін. Солай 2021 жылы февраль айында частный детективтің жинаған материалдарын бәрін алып пентхаусына барады әйелінің. Әйелінің бетіне барлық доказательства қағаздарды шашып, сен маған иттік істедің дейді. Әйелі, сен маған абузасын, мен сені жек көремін дейді. Солай ашу үстінде әйелін ұрып өлтіріп қояды. Уликаларын тазалап қашып кетеді, бірақ полиция бұл жігітті ұстап алады. 2018 жылы Шыратқа деген қызбен Аптап деген жігіт Мумбай қаласында танысады. Екеуі де жақында Мумбайға көшіп келген, квартира жалдап тұрып жатқан. Араласа келе 3 аптадан кейін жігіт қызға бірге тұруды ұсынады. Қыздың жасы сол кезде 23-те болған. Жігітті қатты ұнатып қалып бірге тұруға келіседі. 1 жыл бірге тұрған соң екеуі де ата-аналарына үйленгісі келетіндерін айтады, бірақ ата-аналары қарсы болады. Қыздың анасы ол жігітті таста, либо біз, либо жігітің дейді. Сол кезде қыз семьясынан отказ беріп, осы жігітті таңдап кетеді. Жігіт агрессивный, ашуланшақ болса да, қыз бәрін кешіре береді. Контрольға алып отырады жігіт, сонда да кешіреді. 2020 жылы жігіт жұмыс істеуді қояды, үйде жатады, қыз асырайды. Ол аздай жігіт интернетпен басқа қыздармен танысып, араласа бастайды. Даже бір рет Шыратқа жігітін басқа қызбен ұстап алады. Сонда да Шыратқа кешіреді. 2022 жылы жігіт Делиге көшек, сол жақта өміріміз өзгереді деп айтады. Қуанып кеткен Шыратқа келісіп, екеуі Делиге көшіп келеді. 1 бөлмелі квартира жалдап тұрады екеуі. 9 күн өткенде ужинның үстінде екеуі тағы ұрса бастайды. Алдында да қол көтеріп жүрген жігіт қызды қылқындырып өлтіріп қояды. Қыздың өліп қалғанын түсінгенде біреуді шақырудың орнына спокойно барып ұйықтап қалады. Ертесі күні ұйқыдан тұрған соң магазинге барып морозильник сатып алады. Одан бөлек инструменттер, химиялық заттар сатып алады, өйткені қыздың өлімін жасырғысы келген. Үйіне келген соң қыздың денесін ваннаға салып 35 бөлікке 3 күн бойы асықпай бөледі. Пакетке салып морозильникке тыға береді.
үйі өлі денемен саси бастайды, оны соседтер де сезеді, бірақ химиялық затпен үйін тазалап алады. Күнде қыздың 1-2 бөлігін рюкзагына салып алып, орманға барып, ямаға, әртүрлі жерге тыға бастайды. Ең соңында басын апарып өртеп жібереді. Сол аралықта қыздың телефоны мен интернетіне фото, статус салып отырады, қызды тірі сияқты қылып. Қыздың счетындағы ақшаны өзіне аударып алып, квартираның арендасын төлейді. Интернетпен басқа қызбен танысып, ол қызды квартираға шақырады. Айлар өте береді, уликаның бәрін жасырдым, болды. Интернетке статус, фото салмайым деп салмай қойған. Сол кезде қыздың ағасы қарындасының жоқ болып кеткенін байқайды. Шыратқа семьясымен араласпаса да, Шыратқаның семьясы интернетпен қадағалап отырған. Шыратқаның ағасы полицияға заявление тастайды. Сол кезде бірінші орын осы жігіт тексеріледі. Полицияның қатты давлениясымен қалай шындықты айтып қойғанын білмей қалады. Бірақ соттың шешімі әлі шыққан жоқ. Оңтүстік Кореяда 2014 жылы Сеул деген кеме крушение болған. 65 градусқа бұрылу керек кеме 145 градусқа резко бұрылған. Содан кеме қисайып, бір жаны суға батқан. Ішінде 443 адам болған. Пассажирлер жас өспірімді балдар, мектеп оқушылары болған. Кеменің капитаны балдарды құтқарудың орнына каюталарыңнан шықпай отырыңдар деп айтқан. Көмек келгенше орындарыңда отырыңдар деген. Ал кеме уақыт өткен сайын судың астына бата береді. Береговой охранаға бірінші жасөспірім бала звондаған, сосын барып капитан звондаған. Бірақ олардан да көмек тез келе қоймаған. Өйткені береговой охрана жоғарыдағыларға звондаған, жоғарыда отырған, яғни өкіметтің адамдары президентке хабарласа алмаған. Бұлайша айтқанда, кемедегі адамдарды құтқару үшін президенттің приказ керек болған. 2 сағаттан кейін кемеге 2 вертолет, бір ғана қайық келген. Кеменің сыртында адам аз болған, өйткені балдар каюталарында отырған. Балалар ата-аналарына звондағанда, үлкендерді тыңдаңдар, капитан не айтады, соны тыңдаңдар деген. Ал капитан бірінші келген қайыққа пассажир ұқсап мініп, қорқып қашып кеткен. Кемеде каютада балдар қалғанын да айтпаған. Кеменің столовойында жұмыс істейтін 22 жасар қыз көп оқушыларды құтқарған. Даже өзінің үстіндегі жилеткасын шешіп бір оқушыға берген. Капитанды тыңдап, каюталарында қалған оқушылар кеме төңкеріліп суға батқанда да көмек күтіп отыра берген ішінде. Солай 304 адам қайтыс болып кетеді. Кеме полностью батып кеткен кезде 1-2 водолаздар кеп сол жерде жүрген, бірақ көмектесуге тырыспаған. Жаңалықтарда постоянно өтірік алдап отырған, бірінші бәрін құтқардық, немесе құтқарып жатыр деген сияқты қайта-қайта жаңалық шыққан сайын өтірік жаңалық шыға берген. Мына кісі жаңалықтан өкіметтің водолазын көріп, ондай водолазбен ішіндегі кармашкада қалған балдарды құтқара алмайды. Мен көмектесейін деп өз ақшасына барған. Бірақ бұл кісіге рұқсат бермеген балдарды құтқаруға, өйткені өкіметтің абыройы түсіп қалатын болған. Ал жаңалықтан тағы да өтірік айтқан, бұл кісі өзі көмектеспей кетіп қалды деген. Бұл кісі ертесі күні барып тағы да көмектескісі келгенде, бұл кісінің водолазын кемемен соққан, жарамсыз етіп. Президент связға кешке бірақ шыққан, бәрі поздно болғанда. Балдардың ата-аналары көтеріліске шығып, бұл президент сотталады. Бірақ 2021 жылы новый президент бұны шығаруға рұқсат береді. Ал капитан қашып кеткен, өмір бойлыққа сотталады.